Павлодар базарларында сатуға шығарылған қарбыздардан 2 есеге дейін көп нитрат анықталуда. Санитарлық мамандар ерте піскен бақша дақылдарын әзірге сатып алмауға кеңес береді. Тілші материалында толығырақ. Қаламыздың ірілі ұсақты базарлары мен дүкендерінде қарбыздың саудасы қызып тұр. Алайда оңтүстік өңір мен Өзбекстаннан тасымалданған өнімнің құрамындағы нитрат көңіл көншітпейді. Қалалық санитарлық эпидемиологиялық бақылау басқармасы ұлттық сараптама орталығымен бірлесіп, сауда сөрелеріндегі жеміс көкөністердің нитрат мөлшерін тексеруде. Қалыпты норма қарбыздың бір келісіне 60 мг болса, қауынға 90 мг. Алайда бұларда 120-дан 180-ге дейін жетеді. Бүгін біз Алатау сауда үйінің маңындағы сауда орындарын тексердік. Қауын, қарбыз, басқа өсімдік шаруашылық өнімдерін сатумен айналысатын сауда нүктелерін өнімдерден анализ алдық та талдау жүргіздік. Нитраттың мөлшерін өлшедік. Бірнеше үлгіде нитраттың нормадан жоғары болғанын анықтадық. Қаладағы санитар мамандар сұраныстағы дақылға жыл басынан бері бірнеше рет тексеріс жасады. Алайда оларға шара қолдана алмайды. Тек өнімдер сауда сөрелерінен алынып, саудагерлерге ескерту айтумен ғана шектеледі. Қарбыз болсын, қауын болсын, осы өнімдерді сату орындарына қандай талап бар екен, жалпы осы өнімдердің сатуына және қауіпсіздігіне қатысты қандай құжаттар болу екенін түсіндірдік сауда нүктелерінің иелеріне. Жалпы егерде сауда орындарында әрбір өнімнің қауіпсіздігін дәлелдейтін құжат болу керек. Жеміс көкөністердегі нитрат сондай-ақ ұзақ уақыт тікелей күн сәулесінде тұрғандықтан да пайда болуы әбден мүмкін. Қалай болғанда да мамандар тұрғындарды ерте піскен бақша дақылдарын сатып алмауға шақырады. Бұл ретте павлодарлықтардың пікірін білуді жөн көрдік. Как в лотерее 50/50. Лотерея тәрізді 50-50. Сатушы да айта алмайды, мен де қарбызды аса анықтай алмаймын. Қазір күн ыстық болған соң ерте піскен шығар деп ойлаймын. Думаю, что будет сладкий, хочется просто. Мен тәтті болады деп ойлаймын. Балалардың жегісі келеді. Егер піспеген болса, қайта алып келем. Білмеймін, қауіпті ме, қауіпсіз бе, ол жағын ойламадым. Нитраттың шамадан тыс көп болуы түрлі аурудың қоздырғышы дейді мамандар. Бақша дақылдарының пісер уақыты тамыздың басы. Сондықтан уланып қалмас үшін осы кезді күткен абзал. Гүлсара Маликова, Арман Якубов, Ертіс ақпарат.